Қайырлы күн. Үйде қарапайым құралдармен балаларды қалай дамытуға және сөздік қорын көбейтуге, сөйлеуге итермелеуге болатын тапсырмаларды көрсететін боламын. Бұл тапсырмаларға ешқандай арнайы ойыншықтар, арнайы бір құрал-жабдықтар қажет емес. Кез келген ана үйде осы аталған менің каналымда көрсететін заттармен балаңызды дамыта аласыз. Бірінші тапсырмаға мен қарапайым крупаларды алдым. Яғни бізде ол чечевица, күріш, чечевицаның ішінен осындай заттарды алып тастайды. Яғни ол сорттау тапсырмасы деп аталады. Бұл арқылы баланың сыни ойлауы, заттарды ажырата білуі, қол саусақтармен жұмыс жасауы дамиды. Саусақпен жұмыс жасаған баланың әрқашанда сөйлеуге деген бір қадам алда болады. Алып тастап мұнда қойып отыр. Тағы бар ма? Бар де. Бір-бірде баламыз, бір-бірде. Біреу. Бір. Қойып қой. Қоя. Келесі тапсырмаға бізде жаңағы күріш пен чечевицаны аламыз. Және қасық. Сонымен қатар кесе болсын, сондай кружкалар болсын. Оларға бала қасықпен дәлдеп осылай салады. Мысалы, бір кружкаға тек күріш салса, екіншісіне тек чечевица салады. Күріш тұр, біреуінде чечевица тұр. Кәне, қасықпен сал. Қасықпен күрішке саласын, е? Сала ғой. Дұрыс. Күріш, е бұл? Айта қойшы, күріш. Ой, қандай ақылды. Енді осыны сал. Мында саламыз, е? Бұл жерде бізде чечевица бар, е? Кәне, сала қой тағы да. Қандай ақылды, е? Саламыз, е? Айтшы, саламыз. Саламыз. Ой, қате сап жердің ғой. Иә, сол жердің саласын. Дұрыс. Келесі тапсырма бізде қазіргі күндері мен байқаған бойынша балабақша болсын, орталықтар болсын көп қолданады. Мен оны түсінемін, неге көп қолданатынын, өйткені саусақтарда бізде өте көп нерв талшықтары бар. Бір-бірден кішкентай алады. Жоқ, деспейме. Істеп жұламыз. Басамыз. Бізде келесі тапсырма ол түстермен жұмыс. Яғни бала түстерді ажыратуға арналған жұмыс. Егер балаңыз түстердің атын айту арқылы білетін болса, мысалы көк түсті алып келетін болса, онда сіздер айтып отырып жасайсыздар. Ал егер әлі кішкене жасамай жүрсе, онда сіз сол түсі бойынша қойдырасыз, бірақ сонда да айтқызуға тырысасыз. Яғни миына құя бересіз. Мысалы, бізде 3 түрлі түсті ойыншық бар, иә? Үйде кез келген түстегі ойыншықтар көп қой. Соларды жіктеп аламыз. Мысалы, бұл қызыл, көк, сары, иә? Және бізде осындай ойыншықтар бар. Көп ойыншықтар әртүрлі түсті. Бала әр ойыншықты сәйкесінше түсіне қойып отыру керек. Мысалы, көкті көкке қояды, қызылды қызылдың жанына қояды, иә? Көк тағы, сарыға қояды. Сол сияқты бала әр ойыншықты категориясы бойынша қойып шығуға дағдылану қажет. Сарыға, иә?
жаңағы көрсетілген тапсырмаларды орындау арқылы әр күнде әртүрлі тапсырмалар шығарып отырамын, бірақ сіздер сол тапсырмаларды күніне 10-15 минут бөліп баламен жұмыс жасасаңыздар, ол үлкен нәтиже береді. Оған күмәндарыңыз болмасын. Және күнделікті бірнеше рет жасауға болады. Мысалы, таңертең кішкене ойнадыңыздар, түстен кейін 10-15 минут бөлдіңіздер, кешке жатарда спокойно ойындар ойнатып, ұйқыға дайындар арасында көбірек ертегілер оқыңыздар. Сіздің көп сөйлегеніңіз сайын ата-анасының, ата-апаларының көп сөйлегенінде баланың сөйлеуіне әсері барын ұмытпаңыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Күнделікті әртүрлі жастағы балаларға арналған тапсырмаларды шығарып отырамын.